Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ойын арқылы шығармашылық қабілеттерімізді ашу. Оқу мақсаты: денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене жаттығуларын орындау кезінде тиісінше жауап қайтарып, қиындықтар мен тәуекелдерді қалай еңсеру керек екендігін түсіну және көрсету. Қозғалмалы нысананы көздеп лақтыруға үйрету. Ал енді балалар, қазір дене қыздыру жаттығуын орындайық. На видеоға қарап, дене жаттығуын бастаңдар. Сәлеметсіздер ме достар? Бәріңіз де мықты, сау және төзімді болғыларың келеді. Ол үшін не қажет? Әрине жаттығу. Мен қазір бір қатар жаттығуларды көрсетемін. Олар әрдайым шырақ болуға көмектеседі. Ал бастайық. Барлық жаттығуларды 4-5 рет қайталауға болады. Көзге жаттығу жасайық. Бас қозғалмауы тиіс. 1 дегенде солға қарайсыз, 2 дегенде оңға қарайсыз, 3 дегенде жоғары, 4 дегенде төмен қарайсыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кен ашып тұрыңыз. Қолды белге қойыңыз. Басты оңға солға, артқа бұрып еңкейтеміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кен ашып тұрыңыз. Сол қолды жоғары, оң қолды төмен түсіріп, артқа алға қарай сермеңіз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Жүзу жаттығуы. Жүзген сияқты қолыңызды сермеңіз. Бұл иығы пен қолды жаттықтырып, омыртқаны түзейді. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Екі жаққа қарай иілуді орындаймыз. Оң қолды жоғары көтеріп, солға қарай созуламыз. Қолды ауыстырып, оңға созуламыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кен ашып тұрыңыз. Қол екі жаққа созылған. Денені оңға және солға бұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Аяқтың арасын кен ашып тұрыңыз. Қолды аяқтың ұшына тигізуге тырысып, алға артқа еңкейіп шалқаямыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Аяқты бірге қойып, қолды жоғары көтереміз. Аяқ ұшына тұрып, жоғары қарай бүкіл денені созамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқты бірге қойып, қолды белде ұстаймыз. Асықпастан отырып тұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тік тұрып қолды дене бойы созыңыз. Ішке қарай тыныс алып, сәл тоқтатып, одан кейін демді шығарыңыз. Тыныс алу, шығару. Тыныс алу, шығару. Тыныс алу, шығару. Тыныс алу, шығару. Көп рахмет достар. Сау болыңыздар. Ал балалар, енді дене қыздыру жаттығуын жасап бітсек, сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Бүгінгі сабағымыз аңшы мен үйрек. Балалар, біз білеміз, ойын 3 түрге бөлінетін. Қимыл қозғалыс ойыны, спорттық ойын және ұлттық ойын. Ал бүгінгі біздің ойынымыз қимыл қозғалыс ойынына жатады. Аңшы мен үйрек ойында қандай техника қауіпсіздігін сақтауымыз керек? Ойын кезінде даурығып айғайлауға болмайды, ойын шартын бұзуға болмайды және доптың басқа тиіп кетпеуін міндетті түрде қадағалауымыз керек. Ал балалар, сендер енді келесі видеоны қарап отырып, ойынның ережесін мен сендерге түсіндіріп өтейін. Бұл жерде біз 2 командаға бөлінеміз. Бір команда аңшы, бір команда үйрек болады. Аңшылар арнайы сызылған сызыққа тұрады, ал шеңбердің ортасына үйректер кіреді. Бұл аңшыларға 10 минут уақыт беріледі. 10 минутта қанша үйрек атып алса, сол командаға сонша ұпай беріледі. Және ойын барысында командалар ауысады. Сөйтіп, ойын аяқталғаннан кейін
қай команда қанша ұпай жинағандарын санап, ең көп ұпай жинаған команда жеңіске жетеді. Бұл ойында балалар бізді бірігіп әрекет жасауға үйретеді, ұйымшыл, тәртіпті болуға, және де әртүрлі қимыл қозғалыс жасау арқасында біз денемізді шымырлай түсеміз. Ал енді балалар, мен сендерге үй тапсырмасын берейін. Күнде таңертең 5-10 минутқа созылатын жаттығулар кешенін орындау керек. Ұлдар 15 рет кеудені жерден көтеру жаттығуын орындайды. Қыздар шалқадан жатып денені көтеру жаттығуын 1 минутта 25-35 рет орындау керек. Осы жаттығуларды орындап, менің электронды поштама немесе WhatsApp желісіне салуларыңа болады. Немесе видеоға түсіріп WhatsAppқа жіберіңдер. Сау болыңдар балалар.